Сумру қонақ бөлмесіне келеді. Барлығы дайын қой, жақсылап дайындаңдар дейді. Ортаға фарфоровый вазаға гүл қойсаңдар әдемі болып кетеді дейді. Севилай сыртта итімен ойнап отыр еді. Оны сыртынан Нұх бақылап қарап отырады. Қандай әдемісіңдер, екеуің де сүйкімдісіңдер дейді. Сумру ас бөлмесіне келіп, барлығы дайын қой, барлығы да молынан болсын дейді. Және де тамақтың барлығын ыстықтай берсеңдер жақсы болар еді. Нұх психологқа келеді. Ақыры шешім қабылдап психологқа көрінуге бел байлайды. Сыртынан әкесі қарап, мынаған не болған, әлде адам болайын деді ма дейді. Психологқа келіп ішіндегі барлық сырын ақтарады. Өз-өзімді ұстай алмаймын. Бірде қатты ашуланып, қолымдағы стаканды лақтырып жіберіп, ол менің сүйген қызыма барды. Сол үшін әлі өкінемін. Сүйген қызым сол үшін мені тастап кетті. Ал психолог болса, сіздің қандай да бір ауруыңыз бар шығар, тексерілу керек дейді. Кешке барлығы қонақ күтеді, барлығы бірге келеді. Эсма, жаным, қалайсың, жүктілігің қалай өтіп жатыр деп сұрайды. Барлығы жақсы, уайымдамаңыз дейді. Ол кезде Севилай ас бөлмесінде жылап отыр еді. Түркан, мен неге бақытсызбын, мен бақытсыздықтан шаршадым, мен оны ұмытқым келеді деп жылайды. Түркан болса, уайымдамаңыз, егер сіз оны шын сүйсеңіз, бәрібір түбінде қосыласыздар. Сүйген адам солай бір-бірін қинайды деп жұбатады. Севилай екеуі әңгіме айтып, біраз нәрселерді сыр шертеді. Ал Нұх болса, Севилай неге келмеді, ол неге келмеді деп Мелектен қайта-қайта сұрайды. Барлығы дастархан басына отырады. Тамақ дайын, дастархан басына отырыңыздар. Жүріңдер онда, барлығымыз дастархан басына отырайық дейді. Барлығы да барлығын дастархан басына шақыруын қарашы, өз үйімізде деп жынданады. Барлығы риза. Ниһайет қана мен шынымен бақыттымын дейді. Осы сәтте Хикмет келіп, достықтарың ұзағынан болсын деп тілек тілеп кетейін деп едім. Барлығы да жақсы болсын, бауырлар ажырамасын деп күліп кетеді. Бөлмесіне келсе, Халел мырза келіп, Хикметті күтіп тұр екен. Мұнда не қып жүрсің дейді. Мен сүйген адамым үшін кез келген есік арқылы да кіретін боламын. Ол маған түкте қиын емес дейді. Дәл сол сәтте Асад, сендер шынымен істеп отырсыңдар ма, жоқ әлде ойнап отырсыңдар ма? Әкем өлім аузында жатыр, сендердің істеп отырғандарың мынау. Біз нені тойлап отырмыз? Мен сендер сияқты бола алмаймын деп жынданады Тахсин. Бауырым, сенің әкеңнің жағдайын біз де білеміз дейді. Жихан Асадқа, жап аузыңды дейді. Жаппаймын аға, бұл біздің үйіміз, өзіміздің үйімізге қонақ еткен қалай деп жынданады. Жихан, ұнамаса кет бар жоғал деп. Онсыз да кеткелі жатырмын, сендердің қойылымдарыңа шыдай алмаймын дейді. Жихан болса Харикаға, сен ағаңды қолдайтын болсаң, есік әне дәл қазір кете берсең болады. Ал қалғандарыңнан кешірім сұраймын дейді. Беньямин шығып келе жатыр еді, алдынан Түркан шығып қолына қағаз береді. Екеуі күліп тұрған кезде Жанан шығып, сен не істеп тұрсың деп сұрайды. Таңғы асқа шақырып едім, шақырып болсаң жоғал дейді. Беньямин туалетке барып, қағазды ашып көреді. Таңғы ас үстінде Севилайға, жаным, тамағыңды ішші, әлі бос тұр ғой дейді. Ештеңе батпайды дейді. Дәл осы сәтте Жанан келіп, Беньямин қайда дейді. Беньямин келеді, барлығына ас салып жатады. Беньямин Түрканға қарап, Жихан мен Мелек бір-біріне қарап бақытты еді. Каппадокия сондай әдемі, бұрыннан әдемі ғой. Жоқ, бұл жолы өзгеше, сен және баламыз бар деп Мелек риза болады. Жихан, мен барлығынан қорқамын, бұның бәрі түс сияқты. Түсімнен оянып кететін сияқтымын, тек сен жанымда болшы деп құшақтайды. Нұх Севилайдың суретін қарап, риза болып отыр еді. Қасына апасы келеді. Ол сені әлі де жақсы көреді, сен де оны жақсы көресің. Шамалы бір-бірлеріңе уақыт беріңдер дейді. Дәл сол сәтте Севилай да қарап жылап отыр еді. Ниһайет ханым келеді. Тахсин Сумруға, Сумру, Сәметпен ажырасу істі не болып жатыр? Қашан ажырасасың дейді. Білмеймін, Сәмет қазір аппаратта жатқандықтан Жихан опекун болады. Мен соны күтіп отырмын дейді. Тахсин, мен Жиханмен сөйлесемін, тезірек ажырасып, сенімен әр минутымды, әр секундымды өткізгім келеді дейді. Сумру, бұл біздің түсіміз болмаса екен, мен барлығынан қорқамын дейді. Жұмысына Мелек келеді. Мелекке, сізді бір кісі бөлмесінде күтіп отыр дейді. Жарайды деп бөлмесіне кіріп,